Біз, тарихи тағдыры ортақ Қазақстан халқы, байырғы қазақ жерінде мемлекеттілікті құра отырып, өзімізде еркіндіктің, теңдік пен татулықтың мұратын адал бейбітшіл азаматты қоғам ретінде мойындаймыз. Дүниежүзілік қоғамдастықтан лайықты орын алу мақсатында бүгінгі және кейінгі буын алдындағы зор жауапкершілігімізді сезініп, егемендік құқығымызды негізге ала отыра осы Конституцияны қабылдаймыз. Ата заңымыз дәл осы сөздерден басталады. Әрбір Қазақстан азаматы үшін киелі сөздердің орны бөлек. Атаулы мереке қарсаңында Қазақстан Республикасы Конституциясының тарихымен танысуға шақырамыз. Бұл жайлы толық ақпаратты Елбасы кітапханасының музейі ұсынады. Саламатсыз ба, қош келдіңіз. 1997-2004 жылдар аралығында қазіргі музей орнында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жұмыс істеген алғашқы резиденция болған еді. Дәл осы арада республикамыздың мемлекеттік рәміздері сақтаулы. Рәміздер экспозициясы 3-ші қабатта орналасқан, қазір сол жаққа барайық. Дәл осы арада мемлекеттік туымыздың, ел таңбамыздың эталондары құрметті қыраудың күзетінде тұрған болатын. Рәміздер экспозициясының ортасынан ата заңымыз Конституция орын алған. Себебі Конституция мемлекетіміздің өркендеуіне қол жеткізген, зайырлы да құқықты ел екендігімізді айқындайтын бірден-бір төлі құжат. Замана тарихы жазылған орындардың бірі Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жеке жұмыс кабинетінде тұрмыз. Дәл осы күні жұмыс кабинет сол күйінде сақталған. Оның жұмыс үстелінің үстінде әркімгі жұмыс графигі, блокноттарын көруге болады. Жәдігерге айналған мынау қаламдармен еліміздің маңызды құжаттарына президенттің өзі қол қойған болатын. Сонымен қатар үстелдің арғы бетінен сіздер елбасымыздың пайдаланған сол кездегі телефон аппараттарында көре аласыздар. Кабинеттің міндетті атрибуттарының бірі республикамыздың ата заңы Конституция. Сонымен қатар жоғары билік символы, президенттің ресми айрым белгісі байрақ та өз тұғырында. Конституциялық заңнаманың құрылуы Кеңес одағының ыдырау кезеңімен Қазақстан Республикасының өз тәуелсіздігін алған уақытқа сәйкес келді. Мемлекет басшысының бастамасымен 1991 жылы құрылған жұмыс тобы Конституциялық комиссияның талдауына арналған заңның жобасын дайындауға кірісті. Егемен Қазақстанның алғашқы конституциясы 1993 жылғы 28 қаңтарда қабылданды. Еліміз тәуелсіздігін алғаннан кейін 1993 жылы 28 қаңтарда 12-ші шақырылған жоғарғы кеңестің 9-шы сессиясында тұңғыш конституциямыз қабылданды. Дәл осы тұңғыш конституцияны қабылдауға қатысты 9-шы сессияда елбасымыздың сөйлеген сөздерінің тезистері мына папкаларда жинақталған. Біздің музейге келген келушілеріміз дәл осы экспозицияның бөлімінен бұл құжаттармен таныса алады. Тұңғыш конституциямыз кеңестік демократия қағидаларына негізделгендіктен жаңа қоғамның өмірінің көптеген сұрақтарына жауап бере алмады. Сондықтан жалпы халықтық референдуммен 1995 жылы қазіргі қолданыстағы конституция қабылданғаны өздеріңізге де белгілі. Қазақстан Республикасы Конституциясының қабылдануы Конституция құру жолында тер төккен көптеген адамдардың еңбегі. Конституция жобасын кеңінен талқылаған халық мемлекет негізгі заңның қабылдауына мұрындық болды. Орта есеппен алғанда 33 мыңдай ұжымдық жоба талқылауына 3 миллионнан астам азамат қатысты. Талқылау барысында 30 мыңдай ұсыныс пен ескертпе ортаға салынды. 55 бапқа 1100-ден астам түзету мен қосымша енгізілді. Қазақстан халқынан қолдау тапқан қолданыстағы Конституция 1995 жылғы 30 тамызда республикалық референдум барысында қабылданды. Президенттің жарлығымен Конституцияны қалыптастыруда, оның құрылысын бекітуде, дамытуда еңбек сіңірген азаматтар конституциялық заңдылықты нығайтуға қосқан үлес үшін атты мына медальмен марапатталған. Сонымен қатар ата заңымыздың 10 жылдығы да ел тарихынан өзінің орнын алды. Сіздердің назарларыңызда мінекей қойылған мерейтойлық медаль осының айқын белгісі. Ал енді қойылған мынау ата заңымыздың толық мәтіні Қазақстан Республикасының Конституциясы 9 тараудан 98 баптан тұратыны белгілі. Қазақстан Республикасының президенті туралы конституциялық заңға сәйкес елдің сайланған президенті ант қабылдаған сәтінен бастап өз қызметіне кіріседі. Экспозицияда Қазақстан Республикасы президентінің ресми лауазымына кірісу сәті ұлық дәуір реконструкциясы көрініс тапқан. Қазақстан Республикасының өзіме жүктелген мәртебелі міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін.
2007 жылы бір қатар өзгертулер енген ата заңымызға сәйкес Қазақстан Халқы Ассамблеясы парламент мәжілісіне 9 депутат сайлау құқығы мен конституциялық мәртебеге ие болды. Осы орайда мемлекет саяси жүйесінің толық құқылы субъектісіне айналған Халықтар Ассамблеясы қызметінің нормативті құқықтық негіздері белгіленді. Еліміздің басты құжатына арналған тақырыптағы бейне мұрағатпен музейдің интерактивті зонасында таныса аласыздар. Тарих өзгеріп тұруға бейім, өмір көз алдымызда және біздің қатысуымызбен күн санап құбылып жатады. Бүгінде сіз бен біз азат Қазақстанның азаматтарымыз. Біз дамыған, демократиялық, мықты мемлекет құрудамыз. 2017 жыл еліміз үшін конституциялық реформалар жылына айналды. Мемлекет басшысының парламент пен Қазақстан Республикасы үкіметіне президенттік өкілетті табыстау жөніндегі теңдесі жоқ бастамасының негізінде Қазақстан Республикасы Конституциясының 19 бабына 26 түзету енгізілді. Жаңартылған Конституция беттерінде Қазақстанның нағыз азаматтық қоғам болу жолындағы маңызды қадамдары айқын білінеді. Конституциядағы бұл өзгерістерге президенттің қол қойған қаламы елбасы кітапханасындағы тың жәдігерлердің бірі болып отыр. Ғасырлар бойы қазақ халқы өз тәуелсіздігі мен егемендігі үшін күресті. Бойындағы ең жақсы қасиеттердің көмегімен қауіп кезінде бір болып, ұйымдасып, өзге ұлттармен бейбітшілік пен келісімде өмір сүре білуінің арқасында ол тарих ағында жоғалып кетпей, оңдаған жылдардан соң өз мемлекеттігін қалпына келтіре алды. Конституция мемлекеттегі құқық жүйесінің өзегі. Ата заңымыз алдыңғы буын тәжірибесі мен ел келешегінің іргетасы. Ол халық батылдығы мен еркіндігінің, елбасы кемеңгерлігінің белгісі. Мереке құтты болсын, құрметті отандастар.